Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Қартадан жасалған әсіп сорпасын дайындаймыз. Қартадан әсіп жасап сорпасын ішіп көрдіңіздер ме? Өте дәмді болады. Қартасы, әсібі, сорпасы бар керемет тағам. Қартаны қалай дұрыс тазалау керегінде айтамын. Тіркеліп, жүрекше батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ал онда бастайық. Қартаны көк базардан таңдап алдым. Таңдаған кезде ішіндегі майына қарап, ақшылдау майы барын алыңыз, сонда қартамыз жұмсақ болады. Және ол жылқының жас екендігін білдіреді. Енді алдымен суға дұрыстап жуып аламыз. 3-4 рет суын ауыстырып жудым. Ішіне де су құйып, шайып жудым. Енді тұзды минимум 1 стақандай салып, 1-2 сағат жібітіп қойдым. Біздің мақсат иіс қоңысын және шырышын кетіру. Уақыт өте, тағы бір мәрте жуып, қартаны іші сыртына қаратып айналдырдым. Енді лимонның тілімдерін салып, лимон шырыны болса құйып, тағы 1-2 сағат қойып қойдым. Уақыт өткеннен кейін қартаны тағы да судың астында дұрыстап шайып алдым. Қарта жібіп тұрғанша қарта әсіптің салмасын дайындаймыз. Көк базардан осындай сиырдың жүрегін сатып алдым. Дұрыстап тұрып, ағынды судың астында жуып алдым. Енді ет тартқыштан өткізу үшін кесектерге бөліп дайындап аламын. Мінеки сиырдың жүрегін ет тартқыштан өткіздім. Құйрық майды, пиязды, қызыл болгар бұрышты, ас көкті майдалап турадым. Сарымсақ, яғни чеснокты үккіштен үгіттім. Жуылып тазартылған күрішті және паприка, кориандр қосамыз. Бұрышпен бұрыштаймыз, тұзбен тұздаймыз, сұйық май құямыз, дұрыстап тұрып араластырамыз. Енді қартаны аударғандағы ішіндегі майын ас үй қайшысымен қиып шығамыз. Қиып болған соң, енді қайтадан қаратып айналдырамыз. Қартаның бір ұшын мықты жіппен байлап, екінші ұшынан салмамызды саламыз. Салмаға су араластыра отыра, қартаға сала бастаймыз. Қартаның басына аузы кеңірек бөтелкені алып, соны ортасынан кесіп қолданса болады. Қарта әсіпті өзіңізге ыңғайлы өлшеммен байласаңыз болады.
Енді қарта әсіпті асайық. Суық суға 3-4 лавр жапырақты қара бұршақ бұрыштың 5-6-ын саламыз. Бір қайнағаннан кейін от астын баяулатып көбігін аламыз. Тіс шұқығышпен тесеміз. Сорпаның тұзын 1 сағаттан кейін көріп тұздаймыз. Жалпы қарта әсіпті 2 сағат қайнату керек. Қайнауына 25 минут қалғанда бір үлкен немесе 1-2 кішкентай картоп, қызыл болгар бұрыштан біреу салып жібердім. Сонда сорпаңызға әдемі дәм келеді. Өзіңізге ұнайтын пияз, сарымсақ немесе қызанақ, сәбізден кішкенеден салса болады. Қарта әсіпті тураған кезде пышағыңыз міндетті түрде өткір болсын. Қарта әсіпті ыстық күйінде де, салқын ас ретінде де жеуге болады. Алайда ыстық күйінде сорпасымен ұсынсаңыз, керемет болары сөзсіз. Сорпа мөлдір, пайдалы, құнарлы болып шықты. Ет асқанда да кесіп қосып жіберсе, тіпті қонақтарыңыз таң қалады ғой. Идея авторы өзімін, сондықтан сіздерге тағы да дайындап қойған көп пайдалы тағамдарым ойымда бар. Менімен аяғына дейін сенім артып назарлағандарыңыз үшін рахмет. Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз әрдайым дәмді, сіңімді болсын.